Сәлем, көкжиегі кең пәннің оқушысы. Сенімен бірге Бексан ағайың. Бүгінгі біздің видео сабағымыздың кезекті шығарымына қош келдің. Бүгінгі біздің тақырыбымыз посткеңестік елдердегі түрлі түсті революциялар. Осы сабақта біз жалпы посткеңестік елдер деген ол қандай, және қай елдерде революция болды, түрлі түсті революциялардың түрлері қандай, және жалпы қай елдерде болғандығын қарастыратын боламыз. Кет ал. Мына жаққа келді ғой газ дейтінші. Сәлем, көкжиегі кең пәннің оқушысы. Сенімен бірге Бексан ағайың. Бүгінгі біздің видео сабағымыздың кезекті шығарымына қош келдің. Бүгінгі біздің сабағымыз посткеңестік елдердегі түрлі түсті революцияларға арналады. Яғни осы сабақта біз жалпы посткеңестік елдердегі барлық революция түрін өтетін боламыз. Ол Грузия, Украина, Қырғызстан барлығын. Жақсы. Енді қараңыздар, посткеңестік елдер деп тұрғанымыз ол 91 жылы кеңес одағы ыдырағаннан кейінгі пайда болған дара субъектілер, яғни жаңа тәуелсіз мемлекеттер. Жалпы 15 мемлекет бар екен. Солардың ішіндегі бізге үшеуі керек. Яғни ол Грузия, Украина, Қырғызстан. Дәл осы мемлекеттерде түрлі түсті революциялар болған екен. Жақсы. Енді бірінші Грузиядан бастап көрейік. Грузияда тәуелсіздік алған сәтте, яғни 91 жылы кеңес одағы ыдырап Грузия тәуелсіздік алады ғой. Сол сәтте мына президент ол Зият Гамсахурдие еді. Бірақ 91 жылы қаңтар айында мемлекеттік төңкеріс нәтижесінде биліктен кетеді. Және оның орнына 92 жылдан бастап Эдуард Шеварднадзе келеді. 92 жылдан бастап ол авторитарлы саяси режимді орнатқан болатын. Енді қараңыздар, мына жерде сіздер ескі билікпен жаңа билікпен таныс болу керексіздер. Яғни ескі билік деп тұрғанымыз ол Эдуард Шеварднадзе 2003 жылға дейін билік етіп келе жатыр. Және жаңадан қайттан сайлау өткен кезінде ол соған сайланады. Оның партиясы жаңа Грузия үшін. Ал жаңа билік және осы Шеварднадзенің билігіне қарсы болған оппозициялық саясаткер Михаил Саакашвили. Оның партиясы ұлттық қайта өрлеу одағы. Яғни Саакашвили оның ұлттық қайта өрлеу одағы партиясымен бірге елге реформалар керектігін түсіндіре бастайды. Яғни Шеварднадзе ол ешқандай реформа жасап мемлекетті өзгертпеген. Экономика 91 жылы қалай құрылып, қалай пайда болды, солай жатыр әлі. Ешқандай өзгертулер болмаған. Тәуелсіз Грузияның өмір сүруіне 10 жыл, 12 жыл болып қалды, бірақ ол Грузия әлі күнге дейін аяққа тұра алмай жатыр екен. Сол үшін Саакашвили айтады, бізге елге реформа керек, сол үшін біз мына саясатты өзгертуіміз керекпіз дейді. Халықтың көп бөлігі осы Саакашвилидің партиясын және реформаторларды қолдайды. Және реформаторлардың соңынан халық сайлауға барған болатын. Нәтижесінде 2003 жылы Грузияда парламент сайлауы өтеді. Бірақ бұл сайлауда мына Эдуард Шеварднадзе жеңіске жеткен болатын. Ал Михаил Саакашвили ұтылып қалды. Бір ерекшелігі осы жерде сіздер фальсификация деген ұғыммен танысу болу керексіздер. Яғни кез келген авторитарлы мемлекетте фальсификация болады. Яғни сайлаудың алдын ала жеңімпазының шешіліп қоюы, немесе сайлаудың әділетсіз өтуі. Бұның барлығы фальсификация. Міне осындай посткеңестік елдерде ондай жағдай өте көп кездеседі. Мысалы Грузияда кездесіп тұр. Яғни сайлау әділетсіз өтіп, сайлаудың жеңімпазы алдын ала шешілген. Кім жеңеді деген? Эдуард Шеварднадзе. Михаил Саакашвили осы үшін оны айыптайды. Сендер сайлауды әділетсіз өткіздіңдер, сайлау дауыстары өтірік жалған болған деп. Нәтижесінде 2003 жылы 21 қараша күні Раушан гүл революциясы болады Грузияда. Яғни Раушан гүл ол бізде революцияның символы болған сол кезінде. Міне Тбилиси қаласында Саакашвилидің жақтастары Шеварднадзе отставкаға кетсін деген талаптарымен үлкен митингке шығады. Нәтижесінде осылай бізде 2004 жылы кезектен тыс президент сайлауы өтіп, бұл сайлауға әрине Михаил Саакашвили қатысып жеңіске жетеді. Әрине осылай Грузияда билікке келген болатын. Жақсы. Енді келесі революция ол бізде Украина мемлекетінде. Яғни 2004 жылы 22 қараша күні Украинада президент сайлауы өтеді. Бір ерекшелігі, бұған екі президент қатысады. Бірінші президент ол бізде Виктор Ющенко. Ол айтады, біз Украина мемлекеті батыс елдерімен бірігуіміз керекпіз. Батыс елдерімен интеграция жасауымыз керекпіз дейді. Біз Ресейден бөлініп, батысқа қарай ұмтылуымыз керекпіз дейді. Ал Виктор Янукович болса, жоқ дейді, біз шығысқа қарай дейді. Яғни біз Ресеймен одақтасамыз дейді. Нәтижесінде президент сайлауында міне 49,42%-бен Виктор Янукович жеңіп кетеді. Бірақ та халықтың барлығы ондай дауыс берген жоқ негізі. Яғни сайлау әділетсіз өтіп, нәтижесінде міне Виктор Янукович жеңіп кеткен екен. Осылай мына Ющенконы жақтаған топтың барлығы мына Киевтегі тәуелсіздік алаңына шығып, яғни үкіметке қарсы жаппай бас көтерулер жасайды. Яғни 2004 жылы қараша айында орын алған осындай бас көтерулерді Украина тарихында қызғылт сары революция деп атайды. Неге? Себебі бұл қызғылт сары түс Ющенконың сайлау белгісі болып есептелінеді екен.
Осылай бізде Ющенконың жақтастары Украинаның бүкіл территориясы бойынша ұлттық құтқару комитетін құрады. Бүкіл украиндық саяси ереуіл жариялайды және сайлау нәтижесін мойындамау жарияланған болатын. Және 2004 жылы 1 желтоқсан күні әрине сайлаудың нәтижелері жойылып, жаңағы Янукович биліктен кетіп, үкімет таратылады және оппозиция елдегі билік басына келген болатын. Бірақ Ющенко билік басына келген сәтінің өзінде де ол ешқандай дені дұрыс бір реформалар жасай алмады. Яғни Украина қалай болды, солай қалды. Енді келесі революция ол бізде Қырғызстанда болған революция. Ол революция Қызғалдақ революциясы деп аталады. Яғни 2005 жылы наурыз айында Бішкек және басқа да Қырғызстан қалаларында, ойбай. Каталар. Келесі революция ол бізде Қырғызстан мемлекетінде болады. Қырғызстандағы революцияны Қызғалдақ революциясы деп атайды. Неге? Себебі жалпы бұл Қызғалдақ гүлі революцияның белгісі болған сол кезінде. Және 2005 жылы наурыз айында Бішкек және басқа Қырғызстан қалаларында жаппай тәртіпсіздіктер басталып, әкімшілік ғимараттарды басып алу мен өртеулер болған болатын. Осы Қызғалдақ революция нәтижесінде мына Асқар Ақаев деген билік басына отырған президент билікті тастап елден қашып кеткен болатын. Ал жаңадан билікке келген ол әрине бізде Құрманбек Бакиев. Яғни 2005 жылы кезектен тыс президент сайлауы өтіп, елдің жаңа президенті болған болатын. Және Қырғызстан парламенттік президенттік республикаға айналады осы кезеңде. Және 2007 жылы жаңа конституция жобасына референдум ұсынылып, Ақ жол партиясы жеңіске жеткен болатын. Осылай міне президенттік республикада Ақ жол партиясы өкілінен мына Құрманбек Бакиев келген екен билікке. Осы оқушылар біздің қызықты сабағымыз соңына жетті. Сабақтың соңында сіздерге кеңес: саған көп уақыт емес, көбірек фокус керек екен. Сол себепті өз фокустарыңызды негізгі мақсатқа қойыңыздар және дайындықтарыңызды одан сайын жақсартыңыздар. Сіздермен болған Беслан Айларыңыз және 140 білім беру орталығы 140 пен бірге 140-қа жетейік.